Сәлем қыздар, бүгін сіздермен жент және шоколадный жент жасаймыз. Бізге керекті заттар тарының талқаны, сары май, қойылтылған сүт керек болады. Және қант қосамыз. Мен қантты алдын ала талқанға араластырып алғанмын. Осылай барлығын салып араластырып аламыз. Және осындай кез келген кондитерский формаға салып, форма жасап шығамыз. Осы формаға салынған талқандарымызды мұздатқышқа жарты сағатқа салып аламыз. Осылай формаға салып отырамын ба, қиын ғой десеңіз, талқанды қолдарыңызбен дөңгелектеп қоя берсеңіздер болады. Қалған талқанды осындай төрт бұрышты немесе домалақ ыдысқа салып, барлығын үстінен басып, мұздатқышқа салып аласыздар. Мұздаған соң кесіп, дастарханға қоя бересіздер. Енді осылай ақ және қара шоколадты алып, ыстық суға ертіп аламыз. Формадағы талқандарымыз мұздатқышта жарты бір сағат тұрды. Енді осылай формадан алып шығамыз. Өте оңай, тез алынатын болады. Енді жаңағы еріткен шоколадтарымызды формаға салып, үстінен талқандарымызды салып шығамыз да, қайтадан мұздатқышқа салып аламыз. Мұздатқышта 5-10 минут тұрса жеткілікті болады. Осымен біздің шоколадты женттеріміз дайын. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте әдемі, ерекше болып шығады. Балалардың сүйсініп, бір жасағаннан жеп қоятын женттері. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.